Оң және сол. Астанада екіге бөлініп жатыр. Левий және правый. Мидың сол жақ жақсы жұмыс жасайды. Астанада левий жақ жақсы жұмыс жасап жатыр мысалы. Мына жүрек ол Алматы. Кейде қатты ойлайды ғой деймін. 6-7 балға дейін соғып кетеді, иә. Бірақ табиғатына қарасаң, сұлулық бетті емес деп жүректе деп айтуға болады. Ал адамның денесіндегі мынау қан тамырлар, олар шымкенттіктер. Олар бәр жерде бар. Әсіресе жүрек пен мида көп орналасып алған. Ал мынау екі аяқ, бұл Батыс Қазақстан. Атырау, Ақтау. Мұнайлы өлкеде осы екі аяғымыз аман болсын. Осы екі аяқ алдыға жүрсе, елімізді алдыға жүреді. Халқымыз да дами бастайды. Жүректің соғысы жақсарады, мидың ойлану, қан айналымдары жақсарады. Ал екі аяқ тоқтап қалатын болса, мидың ойлануы бәсеңдейді, жүректің соғысы бәсеңдейді. Ал қан айналымдарына бәрібір. Олар жүре береді. Олар ешкімге бағынбайды.